Ежелгі қазақ үшін бесік жай ғана ағаш емес. Бұл ұрпақтың алғашқы мекені, тәрбиенің бастау бұлағы. Қазақ баланың өмірі ең әуелі бесіктен басталатынын білген. Сондықтан да бесікті қасиетті санаған, оны аяқасты етпеген, аттамаған, қадірін білген. Бесік баланың алғашқы тәртібі, тыныш ұйқы, тынық мінездің бастауы. Ал тәртіп бар жерде береке бар деп білген қазақ. Бесікті кез келген адам салмаған. Бұл міндет көпті көрген. Жолы ашық, тәрбиелі әжеге тапсырылған. Өйткені қазақ жақсының қасиеті балаға жұғады деп сенген. Әже немересін бесікке саларда ақ тілегін арнаған, жолын ашсын деп бата берген. Бесік тербелген сайын бала да ел де тыныш болады деп ұққан. Бісміллә деп бастайын қарағым. Бесік қасиетті аманат. Бесік көрген бала бекем болады. Ұйқың тыныш болсын, жолыңа жарық түссін. Ата баба жолын берсін, елге сыйлы, жұртқа қадірлі бол. Бесігің берекелі, өмірің мерекелі болсын балам. Бесікті аяқасты ету ұрпаққа құрметсіздік. Ежелгі тыйымдар бесікті аттамаған, бос бесікті тербетпеген, бесікті далаға тастамаған. Себебі бесік ұрпақтың орны деп санаған. Бісміллә деп бастайын, Алла атымен қостай. Ақ бесігің адал болсын, ұйқың тыныш пе, күнің жарық болсын. Еліңе елеулі, жұртыңа қалаулы бол. Жеріңді қорғар ер бол, сөзің мен ісің бір болсын. Ата бабаңдың жолын берсін, рухың биік, намысың берік болса, қадамың құтты, жолыңа нұр жаусын. Алла өзі жар болсын. Әумин. Көшпелі өмірге лайықталған бесік, тазалықты сақтаған, баланың денесін түзу ұстаған, ананың да баланың да жағдайын жеңілдеткен. Бұл даланың даналығы еді. Сондықтан да ежелгі қазақтар айтқан, бесік көрген бала бекем болады. Ұрпақ аман болса, ел аман. Ал елдің амандығы бесіктің түзу болуынан басталады. Сол үшін де бабаларымыз ұрпаққа өсиет етіп қалдырған. Ел болам десең, бесігіңді түзе.